Мына шапалақтың бәрі сіздікі. Біреуі маған емес. Барлығы сіз. Иә, түгелдей. Так, 2 шапалақ қап кетті. Біз тапсырыс бергеннен. Иә, осы. Таңыз қалай? Таңғы көңіл күй қалай? Таңғы көңіл күй жақсы. Керемет. Өйткені енді бүгін мектеп бітірушілер, соң қоңырау, балалар мектепке жіберу деген сияқты. Негізі басқа эфирлерде таң ертең келгім келмейді. Өйткені ұйқымыз қанбай. Тек қана таң шолпан. Таңғы бағдарламалар арасында бүгін бізде эксклюзив олай болса. Енді бұл Таңшолпанға алғаш келуіңіз емес қой. Дәстүрлі түрде Таңшолпан бағдарламасында міне таң атпай Алтынай ханым келіп жүр. Бірақ Таңшолпан бағдарламасында біз Алтынай ханым екеуміз алғашқы рет кездесіп отырмыз таңғы уақытта. Сіздерді құттықтаймын олай болса 25 мамыр 2017 жыл. Сыйлығың қайда деп айтуға болады. Енді 25 мамыр деп айтып отырмыз. Сіздің үйіңізде де ерекше күн ол. Жасырын агенттер арқылы сіздің мектепке барып ұстаздарды, оқушыларды құттықтағаныңызды да көрдік. 2 рет бардым, 1 рет емес. Өйткені бастауыш сыныптар, жаңағыдай жоғарғы сыныптар, енді мектепте көп қой сыныптар. Сол себепті бөлініп, 3 күнге бөлінген. 2 күніне бардым, бүгінгісіне шақырған, мен айттым, жоқ, эфир бар, Таңшолпан бағдарламасына қатысуға байланысты, бүгін бара алмай қалдым. Иә, бірақ эфир арқылы сәлем жолдасақ болады. Барлығына сәттілік тілеймін. Жалпы сіздің шаңырағыңызда да оқушылар көп екен білеміз. Жалпы мектепте сіздің қыздарыңызға сен Алтынай Жорабаеваның қызысың ба деген сияқты сауалдар қойылып, үйге келгенде сол сезімін бөлісіп келіп айтып отыратын шығар жалпы астына. Оларға анасын мақтадықса да жоқ, баяғыда болатын, қазір оларға жаңалық емес, керісінше кейде одан да шаршайтын сияқты. Өйткені енді қазір енді балалармен мысалға Мегаға бір жерге барғың келеді ғой, мысалға Бурабайға деген сияқты. Сол кезде уже үлкен қыздардың түрлері бұзылып, сіз бармай қойыңызшы дейді. Неге десең, қазір басталады селфи, суретке шетте былай бәрі қарап тұрады. Содан кейін өткенде ғана осы соң қоңырауда барған кезімде ата-аналар келіп суретке түсіп жатыр ғой. Сонда 1-ші сыныпта қызым жоғалтып алдым ана жерде. Содан шыны керек ренжідім, ең соңында апайлар, мен де ата-анамын, бала-шағамен кәдімгідей жүрейінші. Мен де сурет кетсейші, мен де сурет кетсем, қызыммен сурет кете алмай жатырмын да ана жерде. Ондай жағдайлар көп болып тұрады. Шыны керек оларға жаңалық емес, әрине жалғатты. Бұл енді бір жағынан қуантатын жағдай, себебі расымен де халықтың ыстық ықыласынан артық өнер адамына ешқандай баға жоқ. Әрине. Ал енді біз әңгімемізді мектеп тақырыбында бастағаннан кейін енді біраз жылға шегінсек. Алтынай Жорабаева мектеп қабырғасында қандай қыз болды? Қандай оқушы болды? Қандай оқушы болды? Мен енді оны мүмкін көп сұхбаттарда айтып өткен болатынмын. Мектепте өте ұяң, сондай бір орны білінбейтін сондай оқушы болғанмын. Біріншіден тіпті қыс уақытысында ортада үзілісте далаға шығуға да қорқатынмын. Өйткені қаратысы ойнап жатады ғой, соны біреу тиіп кете ма деп мен өзім сондай бір белсенді оқушы емес болған болатынды. Сол себепті бірақ семья болған екен, ол бала-шаға өмірге келгеннен кейін енді солай ашылатын шығарсыз мүмкін. Өмір солай өзгерте ма? Ал мектеп кезінде өте даже керек десеңіз, мүмкін ата-анамның өзі айтады, жаңағыдай өздігінен жұлқынып шығып ештеңеге атсалысқан емеспін. Үй болсын, мектеп болсын, әннің бәрін осы университет қабырғасынан бастаған болатын. Сонда мектепте мүлдем ән айтпайтын. Мен енді мектепте айтамын ғой, сұхбаттарымда. Менің бірінші жеке концерттерім қозыларға, бұзауларға болған. Өйткені жаңағы кішкентай күнімізде алып қалады ғой бұзауларды, қозылар, соларды қырғайдап жібереді. Соларды отырып, солармен әңгіме айтамын, соларға Роза Рымбаеваның репертуарынан бүкіл концерттерін қойып беремін. Сонан бүкіл шерім тарқатып үйге келемін, түкілмегенде. Өмірде жолдары болған көрермендер, жалпы сол қой сиырлар ғой деймін. Тегін концерт көрген, одан кейінгілер ақша төлеп көрді ғой. Жалпы сонда дәл қазір сіздің сыныптастарыңыз айтатын шығар. Алтынайдың әнші болатын білгенде баяғыда суретке түсіп. Енді жоқ, былай білетін ән күй сабағында баға алу үшін ғана айтатын. Тыныш отырасыз. Иә, баға алу керек. Жорабаева тақтаға дейді, шығасыз. Иә. Тып-тыныш бәрі түсінбей қалады. Бір олимпиадаға жарысқа апарайын десе, соған бір
жаңағы өзімді барғым келмей. Ұяңдықтың арқасында ұялып. Ұялып. Ал жалпы енді бір қатар екі сұрақ қойым келіп отыр. Ең жақсы көретін сабағыңыз, бүгін көп қонақтарымызға да қойып үлгердік. Бүгінгі кезекші сұрақ деп айтуға болатын шығар. Ең жақсы көретін пәніңіз және ең жек көретін деп айтпаймын, қатты ұната қоймаған пәніңіз. Мен мейлі қазақ тілі болсын, мейлі орыс тілі болсын, диктант жазған жақсы көретін. Одан кейін тарих пәнін жақсы көретін. Мен мектеп күнінде мұғалім болғым келетін. Әрбір мұғалімді мен солай бір тұтатынмын да өзім. Соларға ұқсағым келіп, 9-шы сыныпты бітіре бастағанда дәрігер болғым келді, сондай бір. Содан табан астынан өнерге қалай келіп қалғанымда. Дәрігерлерді бір тұта бастадыңыз. Жалпы ал ең ұната қоймайтын пән? Енді басым көпшілігі шығар мүмкін. Физика сабағы, алгебра дейді ғой. Геометрия, сол сабақтарды онша ұнатын қарамайтын. Дәулеттің сүйікті пәндері? Иә, мен барлығын бірдей бесік оқыдым десем кәтікелейді. Ұстаздарым көріп отырып, деп отыратын шығар, бірақ енді өтірік айта алмайым. Бірақ енді біздің де сабақтар сол, мен бүкіл сабағым 4-5, 4-і көптеу, 3 жоқ болатын, оған мен әлде қуанам. Жалпы енді әрі қарай жаңағы Ирина дайын отқан бір Алтынай ханым келсе, керемет сұрақтарымның бірін қоямын деп Иринаға кезек берейік. Одан кейін менде бір дайындап отқан сұрағым бар. Содан кейін біз ән тыңдаймыз деген ойдамыз. Жалпы расымен де өзіңіз айтып отырсыз, оқушы кезіңізде бірден сахнаға шығам деген ой болмады. Мамандық таңдап жүрдіңіз. Өнерге аяқ асты келдім деп айтып қалдыңыз жаңағы бір сөзіңізде. Бірақ өнерге келгеннен кейін, мысалға, бойында таланты бар әншілердің барлығы осылай өзіңіз сияқты танымалдылыққа ие болып, халықтың ыстық ықыласына бөлене бермейді. Енді оның сыры неде деп ойлайсыз? Оның сыры жаңағы Қазақ-Түрік университетіне өнер факультеті бар екен. Сол жерде енді тарих пәніне келгенде енді бір орынға қаншама үміткер болады. Содан жаңағы әкем қорқып, бұл қыз өз үндемейді, ұяң, бізге не қуанышын бөліспейді, не бірдеңе ренжісі, оны айтпайды. Тағы оқуға түсе алмай қалып, тағы бірдеңе болып қала ма деп сондай қатты қорыққан ғой. Енді қорқатындай бар ғой. Сол жерде жаңадан өнер факультеті ашылған екен. Сонда біз осы қызым кішкене өнер бар еді, мүмкін соған апарармын дегенде жаңағыдай. Сол жерде тыңдайды ғой енді даусыңды. Сол кезде бір кассетада Еламан деген әндер болушы еді ғой. Иә. Соны айтып бергенде, ана жердегі отырған музыканттар, ойбай, тура кассетадағыдай айтады екен, осы қыз түссін деп солай түсіп кеткен болатын. Одан кейін біз өз Қазақ-Түрік университеті өнер адамдарын өте қатты көтермелейтін. Содан жарыстарға қатыса бастадым, облыстық байқаулар бар, содан республикалық. Содан білмеймін қалай осы салаға тез кіріп кеткен, өзім де түсінбей қалдым. Сөйтіп кезінде ұяң болған Алтынай Жорабаева бүкіл халық сүйіп тыңдайтын сүйікті әншілердің біріне айналды. Неке, енді біздің көрермендеріміздің барлығы тағатсыздана күтіп отыр деген ойдамын. Алтынай ханымның тамаша әніне де кезек берсек. Қолқа салды. Әрине, бүгін ұстаздарды жаңағы мектеп бітірушілеріміздің тілегі ғой, бұл енді ұстазым деген әнді бәрі білетін шығар. Соны орындап берейін. Тамаша. Ал жалпы мектепті тәмамдағаныңызға қанша жыл болды? 11-ші сыныпта тәмамдағаныма 23-ші жыл кетіп бара жатыр. Енді 23 жыл бойы жиналған сағынышты енді әнмен бөлісесіз деген ойдамыз. Қошеметтеріңіз. Студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Тамаша. Қуанды көрмен, осымен Таңшолпан бағдарламасына берілген эфир уақыты да өз мәресіне жетіп қалды. Солай ма? Мен тіпті аңғармай да қалдым, уақыт жылдан өтті, Ирина. Ендеше Таңшолпанды Алтынай Жорабаева қорытындылайды, ал біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман есен болыңыздар. Еліміздің шаңырағы биік әрі берік болғай. Сау болыңыздар. Бай дәулетті болайық. Ертеңге дейін.